Кәсіпкерлерді домалақ арызбен заңсыз тексерістен құтқару қажет. Осы мақсатты көздейтін ынтымақтастық меморандумы қабылданды. Оған Қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Рашид Түсіпбеков пен Ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы Тимур Құлыбаев қол қойды. Я бы хотел обратить внимание. Мемлекеттік сатып алу және мемлекеттік бақылау секторындағы сатып алу мәселесіне баса назар салғым келеді. Ол орта және шағын бизнесті дамытады. Қазір бұл мақсатта 7 аймақта қоғамдық кеңес құрылған. Жуық арада ол барлық облыстарда ашылады деп жоспарланып отыр. Бүгінгі меморандум қаржы полициясымен жұмыс істеуге оң септігін тигізеді деп ойлаймын. Меморандум бизнестің дамуына тұсау салатын кедергілерді жоюға ықпал етеді. Қаржы полициясы мен кәсіпкерлердің ұлттық палатасы бірлескен жұмыс топтарын құрады. Сондай-ақ ахуалдық орталықтар құру көзделген. Бұл сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл қояды. Қаржы полициясы агенттігінің төрағасы осылайша қылмыстық қызмет сипатының бар жоғын анықтауға болады дейді. Жалпы соңғы 2 жылда қаржы полициясының кәсіпкерлерді тексеруі 5 есеге азайған. Мәселен, 2011 жылы 1715 тексеріс жүргізілсе, 2013 жылы оның саны 340-қа төмендеді. Қазіргі айта кетсек, біз осы 3 айдың ішінде 70-ке жуық үлкен істер қаралды. Егер бізге кәсіпкерлерден шағым түсіп жатса, біз оны әрине өзіміздің сол жауапты азаматтар арқылы бір-бірімізге ақпарат беріп отырып, сол ақпараттың арқасында төтенше болатын жағдайлардың алдын алып отыруға мүмкіншілік туады.